ме балалар? Қалдері қалай? Жақсысыздар ма? Балалар, бізде өткен сабақта ұйымдастырылған оқу қызметінде көкөністер және жемістер тақырыбын өткен болатынбыз, иә? Қазір соны бірінші есімізге түсіріп алайық. Бәріміз мына экранға қарайық. Қазір суреттер шығады. Сен көкөністердің атауын білесің бе? Балалар, мынау не бізде? Қырыққабат, да? Сәбіз екен. Қызылша. Не дейді? Қызылша екен. Қызанақ. Қияр, жарайсыңдар? Қияр жейсіңдер? Жарайсыңдар балалар. Бұлар нелер балалар бізде? Көкөністер ме, жемістер ме? Көкөністер, дұрыс айтасыз. Көкөністер қайда өседі балалар? Жерде өседі, жарайсыңдар. Так, келесі біздер видеороликті қарайық. Онда біздер қазір жемістермен танысамыз. Сен жемістердің атауын білесің бе? Қандай жеміс балалар? Алма. Апельсин. Жарайсыңдар. Банан, қауын. Дұрыс. Так, балалар, бұлар бізде нелер? Дұрыс айтасыздар. Жемістер қайда өседі балалар? Ағашта өседі. Балалар, сендер Бағбан атаның бау бақшасына баруларың келе ме? Сәлеметсіз бе, ата? Сәлеметсіздер ме балаларым? Атаға көрсек, балалар. Жемістер мен көкөністер бағыма қош келдіңіздер. Келе бол. Балалар, қараңдаршы. Атада бізде нелер өсіп тұр? Мына жерде көкөністер өсіп тұр. Қандай көкөністер бар екен? Мынау не бізде өсіп тұр балалар, ата? Бұл бізде қызанақ, иә? Мына жерде нелер өсіп тұр? Нелер көріп тұрсыңдар балалар? Мынау не? Сәбіз бар екен. Және не мынау? Картоп бар екен. Сосын мына жерде ашып көзін ашытатын, жылататын не бар әне? Пияз. Дұрыс айтасың. Балалар, барлық жемістер мен көкөністердің атауын дұрыс айтыңдар. Енді балалар, біздер атаға келдік, иә? Атаның бізге қандай несі бар екен? Сый-сияпаты бар екен. Балаларым, мына жемістер мен көкөністерді маған жинасуға көмектесесіңдер ме? Көмектесеміз бе балалар? Бәрекелді, тез-тез жинап берейік. Себетке салып, жинап берейік. Ойындаршы маған, көмектесіп. Сағыз маған. Бұны жерде алмалар саламыз. Алмалар тез-тез салып алайық. Бәрін алып сал. Жина салып. Ой, жарайсыз. Атаға қойып бере қойып балалар. Ай, бәрекелді. Рахмет, көп-көп. Бүйтіп сәтін жасап жібереміз бе? Бір әнімізді орындап жіберейік, иә? Бұлар ашық. Жүр анте балалар арада шығайық. Бірге айтамыз, иә? Бәрекелді балаларым, сендерге көп-көп рахметімді айтамын, алғысымды білдіремін. Сендерге мына өзім бау-бақшамнан дәм татуларыңа болады. Өзім атымнан. Не айтамыз балалар атаға? Рахмет айтайық, иә? Бау-бақшаңыз әрдайым осылай өсе берсін, жеміске толы болсын. Жақсы сау болыңыз ата. Біздер өзіміздің бала-бақшамызға қайтайық. Кәнекей балалар, ұстайық. Жаңа біздер атаның бағына барып, оған еңбектеніп, көкөністер мен жемістерді жинасып келдік, иә балалар? Сіздер шөлдедіңіздер ме? Біздер қазір дәмді сусын дайындайық. Бізге ата не берді жаңа? Банан берді және алма берді. Біздер осы бананды пайдаланып қазір дәмді сусын жасай қойайық. Бананда шағу. Сен балмызды.
Banан сала ғой. Мынанда сала қойшы. Штай ғой. Онда алмасақты салай. Балалар, мен не жасадым? Дәмді коктейль жасадым. Дәмін көресіздер ме? Сіздерге құйып берейін. Қазір қараңыздар. Атаға барып бізде көмектесіп, еңбек жасап, еңбектен дәмді коктейль алып жатыр, Дәмді ме екен? Ішуге болады жақын, ішіп көріңіздер балалар. Қандай екен дәмін айтасыздар осы маған. Дәмді ме екен? Ал ішейік оны. Ішкейді кейіндер көздеріңе алып. Кәнеки бір қараңдаршы, менің қолымда мынау не балалар? Ол менің қолымда шар, Шардың түсі қандай болып тұр балалар? Ақ түсті шар. Бұдан біздер балалар қазір құлпынай жасаймыз. Құлпынай істеп көргілері келе ме? Аха. Балалар, мына жерде бізде нан содасы мен лимонный кислотаны екеуін араластырып дайындап қойдым. Қазір шардың аузын ашасыздар. Мына түтікше арқылы былай шарға кигізесіңдер. Сосын ішіне қараймыз, бері қарай. Ішіне мына ұнтақтан былай бір қасықты саламыз. Балалар, ішіне барлық шардың ішіне кіріп кетуі керек. Көрдіңдер ме? Былай саламыз. Қазір салғаннан кейін балалар мына аузын шардың етіп байлаймыз. Аузын шарын байлаймыз. Мына жерде менде арнайы жапырақ жасап қойдым сіздерге. Мына тесік арқылы жапырақты былай өткіземіз. Кейін байлан жабыстырамыз. Неге ұқсайды балалар? Қараңдаршы, неге ұқсайды? Құлпынайға ұқсайды. Бірақ құлпынайымыз бізде бұнда ақ болып тұр. Қазір қараңдар балалар. Құлпынайды осылай жерге қойып, үстіне былай ұрған кезде не шықты балалар? Құлпынайымыз қандай түске боялды? Қандай түске боялды? Қызыл түске боялды. Көлемі оны үлкейді ме балалар? Қызықты ма тәжірибе балалар? Ал енді өзіміз жасап көреміз. Кәнекей. Бір қасықтан салайық, кәнекей балалар. Саламыз, ішіне саламыз. Бүткіл ұнтақты саламыз. Мына былай ұстаймыз. Қасықпен аламыз. Ал шекнан, салмыз. 3, ұрай қарғымызбен. Қатты тұрамыз. Міне. Қара, қандай түске боялып жатыр? Қанық балалар? Қаттырақ ұрайық шешкел бірге. Сондай жақ. Қане бояйық құлпынайды. Қанышты, қызыл бол. Жарайсыздар, қарайық мұны. Үйде осы тәжірибе мамалармен бірге жасауға болады. Балалар, бері қарайық. Мына суретте не бейнеленген? Не мына суретте десе? Алма, Алманың түсі қандай болады? Қызыл болады. Қазір алманы саусағымызды былай қозғау арқылы іштегі бояуды. Алманы қызыл түске бояймыз. Сіздерде банан, лимон және қарбыз берілген. Кәнекей балалар, бояйық суретімізді әдемілеп. Деп жақсылап бояймыз. Дана не жасаған екен? Дана не жасады сен? Алма жасады. Алманың түсі қандай, Дана? Қызыл. Пішіні қандай оның? Дөңгелек. Жарайсың. Айбибі, сен не жасадың? Не мына суреттегі? Банан. Банан түсі қандай екен, балалар? Сары екен. Пішіні қандай бананның? Сопақшы. Жарайсың. Сен не боядың? Қарайық. Қарбыз. Қарбыздың түсі қандай? Жасыл. Пішіні қандай қарбыздың? Домалақ. Жарайсың. Сен не жасадың? Лимон. Түсі қандай лимонның? Қарашы балам. Сары. Пішіні қандай? Сопақшы. Жарайсыңдар. Балалар, барлығы тапсырманы өте мұқият жақсы орындадыңыздар. Балалар, бүгін біздер көкөністер және жемістерді
айтып, бағбан атаға саяхатқа барып, атаға көмектесіп, еңбек етіп, көкөністер мен жемістерді біздер жинап, одан дәмді коктейль жасап, ішіп көрдік пе балалар? Иә, одан кейін қызықты тәжірибелер жасап жатырмық. Балалар, сіздер бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметіне өте жақсы қатысқандарыңыз үшін, балалар, мен сіздерге сыйлық алып келдім. Кәнекей, сіздерге арнайы дәмді қарбыз тектес кәмпит алып келдім балалар.